барлығы Nike компаниясын біледі. Бірақ оны қалай және кім құрғанын көп адам біле бермейді. Кезінде жас кәсіпкер өзінің аяқ киім фирмасын ашу арманын жүзеге асыру үшін өзінің бухгалтерлік жұмысын тастап Nike фирмасын құрады. Бүгінгі видеода Фил Найттың 4 іскерлік кеңесін айтатын боламыз. Өзіңізге ұнайтын нәрсені нарықтың қажеттілігімен араластырыңыз. Найт жүгіргенді жақсы көретін, кәсіпкер болғысы келді және нарықтағы бос орынды көре білді. Америкаға жақсы аяқ киім түрлері қажет еді. Сондықтан ол Жапонияға барып ең жақсы аяқ киім шығаратын компаниялардың бірімен келісім жасап, олардың батыс жағалауындағы дистрибьюторы болды. Адамдарға қалай істеу керектігін айтпаңыз, оларға не істеу керектігін айтыңыз және олардың нәтижелерімен сізді таңғалдыруына мүмкіндік беріңіз, дейді Фил Найт. Жақсы адамдармен топтасыңыз. Найттың өміріндегі ең ақылды қадамдарының бірі жаттықтырушысы Билл Боуэрмен бірігу болды. Портлендтегі барлық аяқ киім дүкендермен байланысы бар танымал жаттықтырушыдан аяқ киімді кім жақсырақ сата алады. Сондай-ақ Боуэрмен тек жаттықтырушы болған жоқ, сонымен бірге ол керемет кәсіпкер болды. Ол альфа көшбасшы, керемет желі құрушысы және бәрінен бұрын Боуэрменде аяқ киімді жақсы көретін. Ол ойыншылардың шкафтарынан аяқ киімдерін ұрлап, оларды жақсы әрі жылдам істететін кейбір түрлендіруінен қайтарып беретін. Боуэрменнің шеберлігі кейінірек Blue Ribbon және Onitsuka Tiger компаниялары алшақтап кеткен кезде үлкен сұранысқа ие болды. Енді ол және Найт аяқ киімдерін өндіруге мәжбүр болды. Ол аяқ киім жасау үшін бірінші кезекте Боуэрменнің кроссовкаларды резеңке табанымен қаптау техникасын қолданды. Ал Америкада бұл ұнады. Сіз жеңетіңізге 100% сенімді болыңыз. Құмарлық пен сенімділік барлық табысты бизнестің құралы. Сіздің идеяларыңызға деген сенімділік болмаса, сіз оларды клиенттерге де, инвесторларға да сата алмайсыз. Найт жапондық аяқ киім өндірушісінің Onitsuka Tiger'дің бас директорымен печень кезінде кездескенде Найтқа: «Мистер, сіз қай компаниядансыз?» деп сұрады. Бұл сұраққа өз компаниясы болмағандықтан жауап беру қиын болды. Бірақ Найт Америкаға жақсы сападағы кроссовка керектігіне сенімді болды. Армандаудан қорықпаңыз, алға ұмтылуға батыл болыңыз, асықпай әрекет етіңіз, дейді Фил Найт. Сатпаңыз, көрсетіңіз. Жас кезінде Найт энциклопедияларды үйме-үй сатуға тырысып сәтсіздікке ұшырады. Ол оларды сатуға қажеті жоқ деп санады. Бірнеше жылдан кейін ол дәл сол циклды қайталауға мәжбүр болды, бірақ бұл жолы аяқ киіммен. Ол өз кроссовкаларын сату үшін тынық мұхитының солтүстік батысында орналасқан әрбір дүкен иелерімен кездесуге мәжбүр болды. Найтқа барлығы бірдей жауап айтты: әлемге басқа аяқ киімнің қажеті жоқ деді. Сондықтан оған басқа жол табу керек болды. Фил Найт жаңа идеяны ұсынды. Ол аяқ киім тігудің орнына мүмкіндігінше көбірек жаттықтырушы мен командасы жарыстарына қатысып, жүгірушілерден, жаттықтырушылардан және жанкүйерлерден оларды киіп, баға беруін сұрады. Ол уақытта Adidas номер 1 аяқ киім сату компаниясы еді. Найт оларға Adidas'та мықты екенін дәлелдеуге тырысты. Ендігі кезекте не ойлайсыз? Басқаларға Найт кроссовкалардың сапасына тапсырыс саны артты. Табысты адамдар сіз сататын нәрсені жақсы көретіндігіңізді немесе кем дегенде оның құндылығына сенетініңізді түсінеді. Сіздің сатылымыңыз қаншалықты көп болса, соғұрлым жақсы болады. Осы видеода Найттың қалайша ірі Nike компаниясын құрғанын білдіңіз. Бұл кеңестерді қолданып, өз компанияңызды нарықтағы нөмір 1 қыла аласыз. Сәттілік!